Баршаңызға сәлем. Картоптың адам ағзасына әсері. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Кіріспе. Картоптың тамаша дәмдік және қоректік сапасы осы тамыр жемісін көптеген тағамның ұлы құрам бөлігі ретінде қалыптастырды. Ал калийдің, фосфордың жоғарғы мөлшері және көптеген өзге емдік заттары денсаулыққа пайдасы мол екенін көрсетуде. Зерттеудің мақсаты күнделікті тұрмыстың картоптың өзіндік ерекшеліктерін анықтай отырып, шығу тегін адам ағзасына тигізетін әсерін, оны бау-бақшада өсірудің тиімді жолдарын таныту. Картоп өсімдік және оның шығу тарихы. Картоп алқа туысына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік, сабағы жуан, тікенексіз, сабағының көп бөлігі топырақ астында болады, ұзын мұртшалар шығарады, жапырағы қою жасыл, сабақта кезектесіп орналасады, гүлі ақ күлгін түсті, сабақ басында шоғырланған болады, гүлі 5 күлтелі. Картоптың шығу тарихы. Картоп тарихы бір ғана мыңжылдықты қамтымайды, оның отаны Латын Америкасы болып табылады. Құрамдағы нәрлі заттармен оңай әзірлену себепті картоп үндістер арасында өте танымал өнім болған, ал еуропалықтар 16 ғасырда пайда болған бұл құнды өнімге күмәнмен қараған. Картоптың химиялық құрамы 75% судан, 25% құрғақ зат, оның ішінде 16% көмірсулар, 2% қант, ақуыз, май, пектин, дәрумендер мен минералдардан, сондай-ақ крахмал мөлшері картоптың басты сипаттамаларының бірі болып табылады. Ал картоптың әртүрлі сұрыптарында ол 14-22% аралығында болады. Картоптың құрамы. Картоптың құрамындағы кальций және калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады, оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз, сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдануына кеңес беріледі. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл иекке пайдалы әсер етеді, сондай-ақ өсу процестеріне қатысады, сондай-ақ ол жас балаларға өте пайдалы. Темір иммунитеттің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды. Картоптың адам ағзасы үшін пайдасы. Халықтық медицинада картопты ерте заманнан ақ шипалы ем ретінде қолданып келеді. Қазір ғана пісіріп езілген картоптың буын иіскеп ішке тарту жоғарғы тыныс жолының ауруын емдеуге көмектеседі. Түйнектен алынған шырынды да емге пайдаланады. Оны гастритке, асқазандағы 12 елі ішек те пайда болған жараға қарсы қолданады. Картоп шырыны салқын тию әсерін жоюға қолайлы әсер етеді. Шикі картопты күйген жерге басса тезірек жазылады. Картоптың құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 мг с дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Күнделікті өзіміз жейтін картоптың тамаша емдік қасиеттерін көп адам біле бермейді. Картоп пен бал асқазан ауруын емдеуге пайдалы. Асқазан ауруының пайда болуының көптеген себептері болады. Ал созылмалы асқазан ауруы, асқазан және 12 бармақ ішек қабыну сияқтылардың барлығы асқазан ауруын тудыратын ең басты себептердің бірі. Картопты әбден пісіріп жесе, асқазан ауруын емдеуге болады. Балдың ыстықты, уды қайтаратын қасиеті бар. Зерттеуге қарағанда балда бүйрек үсті безінің қыртыс гормон заты мен бактерияны тежейтін әрі бактерияға қарсы тұратын зат бар болып, ол қабынуды, ауырғанды басу сияқты қасиетке ие. Ангина. Картоптардың ұсағын таңдап аламыз, жақсылап жуып, ыдысқа аз мөлшерде су құйып қайнатамыз. Суды аз құюымыздың себебі бұл судан емес картоптан шығуы тиіс. Картоптың иісі қатты шыққан соң отты сөндіріп, ыстық ыдысты үстелдің үстіне әкеліп қоямыз. Басымызды көрпемен бүркеп алып, ыдыстың ішіне мұрнымызбен 10-15 минут шамасында терең дем аламыз. Бумен дем алып болған соң салқындап қалмас үшін жылдам көрпе жамылып жата кетеміз. Күніне 1-2 рет жасаған жөн. Жоғарыда жазылғандай емдеу жолы ангинаны қайтаруға және тыныс алу жолдарының қабынуын басуға көмектеседі. Үсу. Суықтан қолыңыз қызарып кетсе, қолыңызды картоп қайнатылған жылы суға салып, бірнеше уақыт ұстағанның өзі жеткілікті. Бет терісінің үсіп кеткен бөліктеріне картоп компрессін жасауға болады. Ол үшін қабығы ашылмаған картоптарды қайнатып, ыстық күйінде жылдам езіңіз. Ыстығын жоғалтпауы тиіс. Дәкеге немесе мата бөлігіне картоп езбесін шағып, зақымдалған жеріңізге суып кеткенше ұстау қажет. Одан соң мақтаны лимон шырыны мен су араласқан сұйықтыққа малып, зақымдалған жерді бірнеше рет сүртеміз. Қатайған тері. Кейбір адамның табанында қатайған тері, мозоль пайда болады. Оны тазартпаса, өлі тері үлкейіп, сүйел іспеттес болып кетеді. Мұндайда өкшесі биік аяқ киім кие алмай
аяңыз ауырады. Табанға шикі картоп тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стакан үгітілген картопқа 1 шай қасық бал қосып араластырады. Осыны дәкеге салып, қатайған теріге жапсыра орайды. Сыртынан нәски киіп 2 сағатта жүру керек. Мұндай процедураны күніне 2-3 рет қайталауға болады. Варикоз. Қазіргі кезде адамдарды көп мазалайтын варикоз ауруын емдеуде картопты қолдануға болады. Тамырлары ісіп тұрған орындарға күніне бірнеше рет картоп шырынын жағу қажет. Немесе картоптың шырынына малынған таңғышты аяққа таңып қоюға болады. Бұл процедура кезінде картоп шырынын ішу де көп пайда береді. Күйік. Ашылған картопты үккіштен өткізіңіз. Үгітілген картопты дәкеге қойыңыз. Дәкені 3-4 рет бүктеңіз және тері зардап шеккен жерге бинттеңіз. 2 сағаттан соң қоспаны алып тастап, жаңасын қойыңыз. Қайнаған май немесе қайнаған суға күйіп қалған кезде күйген жерге картоп қойыңыз. Ауырсынуы басылғанша 2-3 минут сайын картопты ауыстырыңыз. Картоптың арқасында күйген жерде жара қалмайды. Жара крахмалдың қорғаныс қабатымен қапталады. Жәндіктер шағып алған жерге картоп тілімдерін қойыңыз. Шаққаннан кейінгі қышу тез басылады. Созылмалы тонзиллит 1 стакан суда 1 ас қасық картоп гүлін қайнатыңыз. Бұл тұнбамен күніне 3 рет 10 күн тамағыңызды шайыңыз. 1 ай үзіліс жасап курсты қайталаңыз. Өкпе туберкулезі кезінде қабығымен қоса дайындалған картопты тұтыныңыз және шілдеден бастап ақпанға дейін картоп шырынын ішіңіз. Косметологиялық мақсатта картоптан бет терісін серіктетін, сонымен қатар нәлендіріп әжім басқан терін тегістейтін маска жасауға болады. Ол үшін картопты турап, оған қаймақ қосып араластырыңыз. Оны бетке жағып 20 минуттан кейін жуып тастаңыз. Осындай жасалу оңай маскаларды қолдану арқылы сіз бет теріңізге күтім жасай аласыз. Әсері де өте жақсы. Сондай-ақ картопты гипертония болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз, керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Асқазан қыжылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Картоптың зияндылығы. Оның құрамында көмірсулар мен жасұндықтың көп болуында, бұлар өз кезегінде адам ағзасында қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы, картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жегеніңіз және қуырған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Сондай-ақ жасыл картоп адам өміріне өте қауіпті. Осындай жасыл түсті дақтар бар картоптың бойында улы зат соланин көп болады. Сондықтан мамандар картоптың жасыл дақтарын кесіп алып тастау керек деп кеңес береді. Картопты өсіру, күтіп, баптау, сақтау. Картопты вегетативтік тәсілмен картоптың түйіндері арқылы көбейтеді. Картопты бірнеше бөліктерге бөліп 5-10 см тереңдікте егеді. Егілген түйіндері өну үшін 15-20 градус температурада ұстау қажет. Ал сабанның өсуіне, жапырақтардың өсіп шығу үшін 16-22 градус температура жеткілікті. Қорытынды. Картоп адам ағзасы үшін құнды тағамдық өнім. Оның құрамында көмірсулар, С, В дәрумендері, калий, темір және клетчатка сияқты маңызды заттар бар. Бұл заттар ас қорыту жүйесін жақсартып, иммунитетті нығайтады. Жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын қолдайды. Картопты дұрыс тәсілмен қайнатып, буға пісіріп, немесе пеште әзірлеп тұтыну арқылы оның пайдалы қасиеттерін сақтауға болады. Сонымен қатар қуырылған немесе ұзақ сақталған картоптың ағзаға зиян келтіруі мүмкін екенін ескерген жөн. Теңестірілген әрі саналы түрде қолданылған картоп салауатты әрі пайдалы тамақтанудың ажырамас бөлігі болып табылады. Ұсыныстар. Дұрыс пісіру: картопты қайнату, буға пісіру немесе пеште дайындау пайдалы. Қуырылған түрінен жиі бас тартқан жөн. Қабықпен қолдану: дәрумендер қабыққа жақын орналасқан, сондықтан жақсылап жуып қабығымен пісіру ұсынылады. Жаңа картопты пайдалану: көгерген немесе жасыл тартқан картопты тұтынуға болмайды. Теңестірілген рацион: картопты ет, бал, көкөніспен үйлестіріп қолдану қажет. Май мен тұзды шектеу: пюре жасағанда май мен тұзды көп қоспаңыз, орнына дәмдеуіштер қолданған дұрыс. Тағы басқа да ұсыныстарымыз бар. Осымен жобамыз тәмам. Арнамызға тіркеліп, тағы да ғылыми жобалар күтіңіз. Сау саламатта болыңыздар.